Әңгімені бастамас бұрын ең алдымен каналыма тіркеліп, қай өңірден көріп жатқаныңызды комментарияға жаза кетсеңіздер. Қайтқан анасы әр түнде қызының түсіне кіріп бір ғана сөз айтатын. Пальтоның қалтасын тексерші қыз алғашында жай түстеп ойлап таңертең пальтоны ақтарып көрген. Ештеңе таппай ауа райы суық қой деп қоя салған. Келесі түні анасы тағы келді. Бірақ бұл жолы даусы қаттырақ, көзі жасқа толы. Қалтасын тексер, уақыт аз қалып барады. Қыз енді мазасызданды. Пальтоны қайта-қайта қарады, түк жоқ. Тек ескі конфет қағазы мен бір тиын ғана шықты. Тағы бір түні анасы пальтоның ішкі қалтасына қолын созып тұрғандай көрінді. Ішкі қалта, оны ашпадың ғой сен. Қыз шошып оянды. Сағат түн ортасынан ауған. Жүрегі дүрсілдеп, пальтоны шам жағына алып барып, ішкі қалтасын ашты. Ішінде кішкентай, сарғыштанып кеткен конверт жатты. Конверттің сыртында анасының таныс қисық әрпімен жазылған сөз. Қызым, саған. Қолы дірілдеп конвертті ашқанда ішінен бір парақ қағаз бен жұқа алтын сырға шықты. Қағазда былай деп жазылыпты. Мен кеткенде саған айта алмай кеттім, бұл сырға әжемнің естелігі. Саған қалдырдым. Сен бақытты бол, қызым. Қыз жылап отырып сырғаны құлағына тақты. Сол түні анасы тағы келді, бірақ бұл жолы күлді. Енді ұйықтай аламын, рахмет саған. Содан кейін анасы түсіне енбеді. Бірақ әр қыз келгенде, қыз сол ескі пальтоны киіп, сырғаны тағып, анасының жылы қолын сезгендей болатын. Енді ол түсінде емес, жүрегінде сақтап жүрді анасының соңғы өтінішін. Ал пальтоның қалтасы, ол енді бос емес еді. Ол махаббатпен толы еді. Қыз сол түннен кейін өзгергендей болды. Күнде таңертең тұрып, алдымен құлағына сырғаны тағып алатын. Содан кейін ғана күніне кірісетін. Ескі пальтоны шкафтың ең көрінетін жеріне іліп қойды. Оны киюге әлі ерте екенін білсе де, кейде жай ғана қолын тигізіп, пальтоның иісін жұтқандай болатын. Анасының иісі әлі де сол жерде тұрғанда еді, жұмсақ, тәтті үйдің иісі. Бір күні қыс ортасында қатты боран болды. Қалада жарық өшіп, көшелер бос қалып, адамдар үйлеріне қамалып қалған. Қыз терезеден қарап тұрып, кенеттен шешім қабылдады. Пальтоны киіп, сырғаны тағып үйден шықты. Сыртта жел ұрғандай ызыңдап, қар бетіне ұшып жатты. Бірақ қызға суық тиген жоқ. Жүрегі жылы еді. Ол анасымен бірге жүргендей сезінді, қол ұстасып, екеуі бірге қар басқан көшеден өтіп бара жатқандай. Аяқ жолмен жүріп, ескі саябаққа жетті. Сол жерде анасы екеуі бала кезінде көп отыратын орындық бар еді. Қар басқан орындыққа отырып көзін жұмды. Анашым, мен бақыттымын. Сен айтқандай болдым. Жыламаймын деп уәде бергенмін, бірақ кейде әлі де жылаймын. Бірақ ол жақсы жылау. Саған деген сағыныш. Сол сәтте жел тоқтады. Қар баяу түсе бастады. Қыз көзін ашқанда алдында бір жұп із тұрғандай болды, анасының аяқ киімінің ізі сияқты. Бірақ ол іздер қарға терең батпаған, жеңіл ғана тигендей. Қыз күлді. Жылы, тыныш күлкі. Мен сені сеземін. Әрқашан сеземін. Содан кейін ол үйге қайтты. Пальтоны шешіп, сырғаны шешпеді. Оны ұйқыға жатарда да тағып жататын болды. Арада жылдар өтті. Қыз өсті, үйленді, балалы болды. Бірақ әр қыста қар жауған күндері сол ескі пальтоны киетін. Қызын құшағына алып, оған сырғаны көрсететін. Бұл әжеңнің, ол маған қалдырған. Ал мен саған қалдырамын. Бір күні түсіңде келсе, қалтасын тексер деп айтса, міндетті түрде тексер. Себебі ол жерде махаббат жасырынып жатады. Қыздың қызы күліп, басын изеді. Ал қыздың көзінде әлі де сол жылы жас бар еді. Анасы кеткен жоқ. Ол жай ғана басқа формаға ауысты. Жүректе, сырғада, ескі пальтоның қалтасында, қарлы түндердегі жылы естелікте. Махаббат ешқашан шынымен кетпейді. Ол тек күтіп тұрады, бір күні қайта табылғанша.
Бір күні қыз қазір орта жастағы әйел болған кезде, қызының қызы, кішкентай Аружан түнде шошып оянды. Көзі жасқа толы, даусы дірілдеп: «Әже, түсімде әжең келді». Ол маған: «Пальтоның қалтасын тексер» деді. Қай пальтоны айтады екен? Қыз қазір әже атанған, жүрегі қысылып бірақ күліп қойды. «Кел, қарайықшы». Ол шкафты ашып, сол ескі пальтоны шығарды. Жылдар өтсе де, әлі де сол жылы иісі бар, әлі де сол жұмсақ. Аружанды құшағына алып, пальтоның ішкі қалтасын бірге ашты. Ішінде енді бір ғана нәрсе қалған: кішкентай, сарғыш конверттің ішіндегі сол парақ қағаз. Бірақ қағаздың артына жаңа жолдар қосылған. «Егер менің қызым оқыса, сен бақытты болдың ба? Егер менің немерем оқыса, сен әлі де жылсың ба? Махаббат ешқашан суымайды, тек қолдан қолға ауысады». Аружан қағазды оқып көз жасын сүртті. «Әже, мен сеземін. Ол әлі де бізбен бірге ғой». Әже, қыз басын изеді, сырғаны немересінің құлағына тақты. «Иә, қарағым. Ол ешқашан кетпейді. Тек кейде түсімізге кіріп қалтасын тексер» деп еске салады. Себебі махаббатты ұмытпау керек. Әрқашан тексеріп тұру керек. Сол түні Аружан ұйқыға жатқанда сырға құлағында жылтырап тұрды. Ал әже терезеге қарап қарлы түнге күбірледі: «Анашым, енді кезек немереңде. Ол да сезеді. Мен сезгендей». Қар әлі де жауып тұрды. Пальто шкафта ілулі тұрды. Сырға жылтырап тұрды. Ал махаббат, ол үйдің әр бұрышында, әр тыныста, әр түстегі жылы сөзде жалғасып жатты. Ол ешқашан аяқталмайтын әңгіме еді. Тек кейде қар жауған түнде біреу түс көріп: «Пальтоның қалтасын тексерші» деп оянады. Және сол сәтте махаббат тағы бір рет тіріледі. Арада тағы бірнеше жыл өтті. Аружан енді өзі де ана болған. Кішкентай ұлы бар, бірақ әлі де әжесінің үйіне жиі келеді. Әр келгенде шкафқа қарап, сол ескі пальтоны көргенде жүрегі жылып қалады. Бір қараша түні қар әлі түспеген, бірақ ауа суық, жел ызыңдаған. Аружан ұлымен бірге әжесінің үйінде қонақта. Түн ортасында ұл шошып оянды. Көзі үлкейіп, қолымен әжесін шақырып тұр. «Апа, түсімде бір әже келді. Ол пальто киген, құлағында сырға бар. Маған күліп: қалтасын тексерші, қарағым. Әлі де бар» деді. «Қай әже ол, апа?» Аружанның жүрегі бір сәт тоқтап қалғандай болды. Әжесі біздің қызымыз төсектен тұрып шамды жақты. 3 ұрпақ, әже, қызы, немересі бірге шкафқа қарай беттеді. Пальто әлі де сол жерде. Жылдар оны сәл тоздырған, бірақ әлі де жылы. Аружан пальтоны алып, ішкі қалтасын ашты. Ішінде енді 2 конверт жатты. Бірі ескі, сарғыш, әжесінің қолымен жазылған. Екіншісі жаңарақ, Аружанның өз қолымен жазғаны, бірнеше жыл бұрын қосылған. Әже конверттерді ұлына, немересіне ұсынды. «Оқы, балам. Бұл сенің әжеңнің сөзі. Және әжеңнің әжесінің сөзі». Бала конвертті ашып дауыстап оқыды. «Мен кеткенде саған айта алмай кеттім. Бұл сырға әжемнің естелігі еді. Саған қалдырдым. Сен бақытты бол, қызым». Содан кейін Аружанның жазғаны: «Егер менің ұлым оқыса, сен күшті болдың ба? Егер менің немерем оқыса, сен әлі де мейірімдісің бе?» Махаббат бұл қалтадағы конверт емес қана. Ол біздің әр сөзімізде, әр құшағымызда, әр түнімізде жалғасады. Бала оқып болған соң сырғаны құлағына тағуды сұрады. Әжесі күліп, абайлап тақты. Сол сәтте терезеден қарағанда сыртта қар жауып тұр екен. Алғашқы қар. Жұмсақ, тыныш, сиқырлы. 3 ұрпақ терезеге жақындап қарға қарады. Бала күбірледі: «Әжем. Ол қазір бізбен бірге ғой. Мен сеземін». Әже, қыз басын изеді, көзі жасқа толы, бірақ күлкісі жылы. «Иә, қарағым.
Ол әрқашан бірге. Тек кейде түсімізге кіріп қалтасын тексер деп еске түсіреді. Себебі махаббатты ұмытпау үшін. Әр ұрпақ оны қайта табуы керек. Сол түннен кейін пальто шкафта емес, үйдің ортасындағы арнайы сөреде тұратын болды. Әр қыс келгенде, әр отбасылық жиналыста біреу оны киіп, сырғаны тағып, әңгімені жалғастыратын. Махаббат бұл аяқталатын әңгіме емес. Ол тек ауысады. Қолдан қолға, жүректен жүрекке, түстен шындыққа. Ал әр жаңа ұрпақ оны қайта ашқанда, ол тағы да жаңарады, тағы да жылынады, тағы да мәңгілік болады. Уақыт жылдамағат. Аружанның ұлы енді жасөспірім болып өсті. Ол әңгімені әжесінен естіген, бірақ өз көзімен көрген жоқ әлі. Бірақ бір күні қысқы демалыста отбасы Шымкенттегі әжесінің үйіне жиналды. Қар қалың жауып, терезе алдында ақ түтін сияқты бұрқырап тұр. Түнде бәрі ұйықтап жатқанда ұл шошып оянды. Жүрегі соғып, құлағында әлдеқандай жылы сыбыр естілгендей. Ол төсектен тұрып, қараңғы дәлізге шықты. Шкафтың есігі ашық тұр екен, ішінен жұмсақ жарық шығып тұрғандай. Пальто сол жерде, сөреде. Енді ол сөреге арнайы жасалған, шыны қорап сияқты. Бір ашық. Ол жақындап, пальтоның ішкі қалтасына қолын салды. Ішінде конверттер әлі де бар, ескілері сарғыш, жаңалары ақ. Бірақ енді үшіншісі қосылған, Аружанның қолымен жазылған, бірақ әлі ашылмаған. Ол конвертті ашты. Ішінде қысқа ғана жол. Егер менің ұлым оқыса, сен әлі де іздеп жүрсің бе? Махаббатты табу үшін қалта ашу керек емес қана. Оны жүрегіңмен ұстау керек. Бірақ егер түсімде әжең келсе, міндетті түрде тексер. Себебі ол саған өзін еске салғысы келеді. Ұлдың көзі жасқа толды. Ол сырғаны әлі де сол алтын, жылтыраған, сөреден алып құлағына тақты. Сол сәтте терезеден қарағанда сыртта қар тоқтаған, бірақ ауада бір жұп із қалғандай. Жеңіл әрең байқалатын, пальто киген адамның ізі сияқты. Ол күбірледі. Мен сеземін, әжем. Сен кеткен жоқсың. Сен біздің әр қыста, әр түстегі сөзде, әр құшақтасың. Таңертең бәрі оянғанда ұл пальтоны киіп тұр екен. Сырға құлағында, конверт қолында. Әжесі біздің қызымыз күліп қарады. Енді кезек саған, балам. Әңгімені жалғастыр. Бір күні сенің балаң да осы пальтоның алдына келіп қалтасын ашады. Ұл басын изеді. Мен жалғастырамын, әже. Махаббатты тоқтатпаймын. Сол күні үйде үлкен дастархан жайылды. Қар әлі жауып тұрды. Пальто сөреде тұрды. Сырға жылтырады. Ал әңгіме? Ол ешқашан бітпейді. Өйткені махаббат бұл бір адамның жүрегі емес. Ол ұрпақтардың тізбегі, әрқайсысы бір-біріне жылы қолын созып, қалтасын тексер деп сыбырлап тұратын мәңгілік ән. Қар жауған сайын әңгіме жаңарады. Ал әр жаңа ұрпақ оны қайта тапқанда, махаббат тағы да бір рет мәңгілік болады. Уақыт тағы бір шеңбер жасады. Аружанның ұлы енді ер жігіт, өз отбасы бар, жұмысы бар, бірақ әр қыста Шымкентке қайтады. Ол балаларын ертіп келеді, екі қыз, бір ұл. Үйде әже, біздің бастапқы қызымыз әлі де бар, қазір қартайған, бірақ көздері әлі де сол жылы жылтырайды. Пальто сөреде, сырға қасында конверттер қосылып жатыр, әр ұрпақтың сөзі қағазға түсіп, бір-біріне жалғасып. Бір қысқы түнде, қар қатты жауып, жел үйді тербеткенде, ең кішкентай немере қыз бала әлі 5-6 жаста, түн ортасында шошып оянды. Ол әжесінің бөлмесіне жүгіріп кірді, қолымен көрпені жұлқып, әже. Түсімде әжең келді. Ол пальто киген, құлағында сырға бар, маған күліп тұрды. Қалтасын тексер, қарағым. Ол әлі де күтіп тұр деді. Мен қорқып кеттім. Әже күліп немересін құшағына алды. Қорықпа, сүйіктім. Ол қорқытпайды. Ол сағынып тұрғанын айтады. Кел, бірге қарайық. Үйдегі барлық балалар, ересектер, бәрі оянды. Шам жағылып сөреге жиналды. Пальтоны абайлап алып, ішкі қалтасын ашты.
Енді конверттердің саны көбейген, әрқайсысы бір ұрпақтың дауысы. Соңғы конверт жаңа, әлі жабық емес, бірақ ішінде бос қағаз бар сияқты. Әже немересіне қарап: "Бұл жолы сен жазасың, қарағым. Не сезсең, соны жаз." Махаббаттың сөзі жүректен шығады. Кішкентай қыз қалам алды, әжесінің қолынан ұстап әрең-әрең жазды. "Әжем, мен сені сүйемін. Сен кетсең де әрқашан біргесің. Мен сырғаны тағамын, пальтоны киемін, қалтасын тексеремін. Сені ұмытпаймын." Қағазды конвертке салып қалтаға қайта салды. Сол сәтте терезеден қарағанда қар баяу түсіп, ауада бір жарық сияқты жылтырап тұр. Жел тоқтаған. Үй іші жылы, тыныш. Ертеңіне таңертең бәрі дастархан басында. Кішкентай қыз сырғаны құлағына тағып алған. Ол күліп: "Мен сеземін, әжем. Ол қазір менің жүрегімде. Бірақ түсінде тағы келеді деп ойлаймын. Өйткені ол маған тағы тексер деп айтқысы келеді ғой." Әже, біздің қызымыз көз жасын сүртіп күлді. "Иә, қарағым. Ол әрқашан келеді. Себебі махаббат бұл бір рет айтылып бітетін сөз емес. Ол әр ұрпақта қайта туады, әр түнде қайта сыбырлайды, әр қарлы қыста қайта жылтады." Пальто сөреде тұр. Сырға жылтырап тұр. Конверттер толып жатыр. Ал әңгіме? Ол мәңгілік жалғасады. Қар жауған сайын біреу түсінде оянып: "Пальтоның қалтасын тексерші" деп естиді. Және сол сәтте махаббат тағы бір рет, тағы бір жүректе, тағы бір ұрпақта тіріледі. Өйткені шынайы махаббат ешқашан өлмейді. Ол тек өзгереді, ауысады, жалғасады. Мәңгі. Бойжеткен енді өз үйінде Шымкенттің ескі ауданындағы шағын үйде тұрады. Ол үйленген, кішкентай ұлы бар, әлі 3 жасқа толмаған, бірақ сөзге ерте түсініп, әңгіме тыңдағанды жақсы көреді. Пальтоны әжесінен алып, енді өз үйінің қабырғасына арнайы сөре жасатып қойған. Сөре үстінде сырға, дәптер, конверттер. Әрқайсысы бір ғасырдың бір бөлігі сияқты. Бір қыстың қатты түнінде қар үйдің төбесін қағып, жел терезені сілкілеп тұрғанда ұл шошып оянды. Ол әкесінің қолынан ұстап қараңғы дәлізге шықты. "Апа." Түсімде әже келді. Ол пальто киген, маған күліп тұрды. "Қалтасын тексер, балам. Ол әлі күтіп тұр, бірақ бұл жолы сен үшін ғана емес" деді. Мен қорқып кеттім. Бойжеткен енді ана, ұлын құшағына алып сөреге жетті. Шамды жағып, пальтоны абайлап алып, ішкі қалтасын ашты. Конверттердің арасында енді жаңа бір нәрсе бар, кішкентай, түрлі түсті қағазға оралған, жіппен байланған. Ішінде ұлдың өз қолымен салған суреті. Пальто киген әже, құлағында сырға, қар жауып тұрған терезе алдында. Суреттің артына анасы, бойжеткен, жазып қойған: "Егер менің ұлым оқыса, сен әлі кішкентайсың, бірақ жүрегің үлкен. Бұл суретті сен салдың. Бір күні сен де осы қалтаға өз сөзіңді қосасың. Махаббат суретте, сөзде, түсте, қардың әр түйірінде." Ол суретті көріп көзі жарқырап кетті. "Апа, мен әжемді көрдім ғой. Ол әлі де бізбен бірге ма?" Ана басын изеді, сырғаны ұлының құлағына абайлап тақты, әлі кішкентай болғандықтан жіпке байлап мойнына асып қойды. "Иә, сүйіктім. Ол әрқашан бірге. Кейде түсіме кіріп, кейде жүрегімде тұрып, кейде қар жауғанда сыбырлап тұрады. Қалтасын тексер" деп. Өйткені ол саған өзін ұмытпа деп еске салады. Сол түні ол әжесінің құшағында ұйықтады. Таңертең оянғанда терезе алдында қар үйіліп тұр. Ал сөредегі пальтоның қалтасынан бір нәрсе шықты, кішкентай қағаз. "Мен кетсем де, сендерде қаламын. Әр ұрпақ мені қайта табады. Махаббат, мәңгілік іздеу." Бойжеткен қағазды оқып күлді, ол әжесінің соңғы сөзі еді, бірақ қашан жазылғаны белгісіз. Ол ұлын көтеріп терезеге қарады. Қар баяу түсіп жатыр. Ал ауада әрең байқалатын, жылы жарық сияқты бір нәрсе жылтырап тұрғандай. Әңгіме тоқтамады. Ол әр қыс сайын, әр түнде, әр жаңа жүректе қайта басталады. Пальто тұр.
Сырға жылтырайды. Қалта толы. Ал сен бір күні түсіңде естисің. Қалтасын тексерші. Және сол кезде махаббат тағы бір рет сен арқылы мәңгілікке жалғасады. Әңгіме басқаша бұрылыс алды. Ол енді 7-8 жасқа толған, сөйлегенде әжесінің даусын елестететіндей терең, бірақ әлі де бала күлкісі бар. Ол әр кеш сайын сөре алдына келіп, пальтоның қалтасына қолын сұғып, конверттерді сипайтын болған. Бірде ол жаңа конверт тапты, әжесі бойжеткен жазған, бірақ әлі ашылмаған. Ішінде қысқа ғана сөз. Егер менің ұлым оқыса, сен әлі кішкентайсың, бірақ жүрегің үлкен. Бір күні сен де осы қалтаға өз махаббатыңды қосасың. Бірақ ең маңыздысы оны өмірде көрсету. Түсте ғана емес, шынайы өмірде. Сол түні қар қатты жауып, үйдің іші жылы көрпемен, шайдың буымен толы. Ол түсінде әжесін көрді, бірақ бұл жолы әжесі жалғыз емес. Оның қасында әжесінің анасы, әжесінің әжесі. Ұзын тізбек сияқты барлығы бір-бірінің қолынан ұстап тұр. Олардың бәрі бір ауыздан күліп. Қалтасын тексер, балам. Бірақ бұл жолы сен үшін емес. Сен үшін емес, өзің сүйетін адам үшін. Ол шошып оянды. Жүрегі дүрсілдеп терезеге қарады. Қар әлі жауып тұр. Ауада дырылдыр. Ол сөреге жүгіріп барып пальтоны алып қалтасын ашты. Ішінде енді жаңа бір нәрсе, кішкентай, қызыл жіпке байланған, өз қолымен жазған қағазы. Ол әлі жазбаған еді. Бірақ қағазда сөздер бар сияқты еді. Ол қалам алды, әжесінің қолын елестетіп жазды. Мен әжемді сүйемін. Мен әжемнің әжесін сүйемін. Мен осы махаббатты ешқашан тоқтатпаймын. Бір күні мен де өз балама осы пальтоны көрсетемін, сырғаны тағамын, қалтасын ашамын. Және айтамын. Сүнде әжең келсе, міндетті түрде тексер. Өйткені ол саған өзін ұмытпа деп еске салады. Қағазды конвертке салып қалтаға қайта қойды. Сол сәтте әжесі бойжеткен бөлмеге кірді, ол ұлдың даусын естіген. Екеуі құшақтасып тұрды. Ұл сырғаны жіппен мойнында көрсетіп. Мен сеземін, апа. Әжем әлі де бізбен бірге. Ол қармен бірге келеді, желмен бірге сыбырлайды, жүрегімізде тұрады. Әже күліп ұлын маңдайынан иіскеді. Ия, сүйіктім. Ол кеткен жоқ. Ол жай ғана форма ауыстырды, енді ол әр құшақта, әр сөзде, әр қысқы түнде. Және сен оны жалғастырасың. Қар әлі жауып тұрды. Пальто сөреде тұрды. Сырға жылтырап тұрды. Қалта толы еді сөздермен, суреттермен, махаббатпен. Ал әңгіме? Ол ешқашан аяқталмайды. Өйткені әр жаңа ұрпақ оны қайта ашқанда, махаббат тағы бір рет тереңірек, шынайырақ, мәңгірек болады. Бір күні сен де түсіңде естисің. Қалтасын тексерші. Және сол кезде сен де осы тізбектің бір буыны боласың. Мәңгілік. Ол енді 12 жаста, бойы өсіп дауысы қалыңдай бастаған. Әр қыс сайын әжесінің үйіне барғанда, сөредегі пальтоға қарап тұрып, ұзақ үнсіз қалады. Оның ішінде бір нәрсе өзгерген, ол енді жай ғана естелік емес, өзінің бір бөлігі сияқты сезіледі. Бір қаңтардың қатты түнінде, қар үйдің қабырғасын қағып, жел ән салғандай ызыңдағанда, ол түс көрді. Бұл жолы әжесі жалғыз келген жоқ. Оның артында ұзын тізбек әжесінің анасы, әжесінің әжесі, одан әрі. Барлығы бір-бірінің қолынан ұстап, бір ауыздан күліп тұр. Бірақ сөздері бір ғана. Қалтасын тексер, балам. Бұл жолы сен үшін емес. Сен үшін емес, өзің әлі кездестірмеген, бірақ жүрегіңде күтіп тұрған адам үшін. Ол шошып оянды. Жүрегі дүрсілдеп қолын кеудесіне басып терезеге қарады. Қар баяу түсіп жатыр, әр түйір қар бір сөз сияқты, бір естелік сияқты. Ол сөреге жүгіріп барып, пальтоны алып, ішкі қалтасын ашты. Конверттердің арасында енді жаңа бір нәрсе, кішкентай, қара қағазға алтын сиямен жазылған. Әжесінің қолымен емес, өз қолымен жазылмағандай көрінетін сөздер. Махаббат бұл қалтадағы қағаз ғана емес. Ол сен әлі білмейтін адамға беретін жылуың.
Сен оны бір күні құшағыңа алып, сырғаны тағып, пальтоны кигізесің. Сол кезде түсінде әжең келмейді. Өйткені сен өзің боласың әже. Ұлдың көзі жасқа толды, бірақ бұл жолы қорқыныш емес, бір түсініксіз, терең қуаныш еді. Ол сырғаны жіппен байланғанын мойнынан шешіп құлағына тақты, енді ол оған жарасымды еді. Сол сәтте әжесі бойжеткен бөлмеге кірді, ол ұлдың тынысын естіген. Екеуі сөзсіз құшақтасты. Ұл әжесінің құлағына сыбырлады. Мен түсіндім, әже. Ол әңгіме енді менің ішімде жалғасады. Мен оны тоқтатпаймын. Бір күні мен де өз балама осыны айтамын. Қалтасын тексер деп емес, жүрегіңді аш деп айтамын. Әже күлді, күлкісі әлі де сол жылы, бірақ қазір одан да терең, одан да мәнерлі. Жарайсың, қарағым. Енді сен әңгіменің тірі дауыссың. Махаббат сөзбен емес, өмірмен жалғасады. Сен оны әр құшақта, әр көз жасыңда, әр қысқы түнде жалғастырасың. Қар әлі жауып тұрды. Пальто сөреде тұрды, енді ол жай ғана зат емес, уақыттың куәгері. Сырға құлағында жылтырап тұрды, енді ол жай ғана металл емес, мәңгілік уәде. Қалта толы еді сөздермен, суреттермен, жаспен, күлкімен, сағынышпен. Ал әңгіме? Ол енді түсте ғана емес, шынайы өмірде жалғасады. Әр жаңа ұрпақ оны қайта ашқанда, махаббат тағы бір рет тынысымен, жүрегімен, көз жасымен, күлкісімен мәңгі болады. Бір күні сен де түсіңде естисің. Немесе жүрегіңде сезесің. Қалтаңды ашшы. Жүрегіңді ашшы. Және сол кезде сен де осы мәңгілік әннің бір әуені боласың. Мәңгі. Ол енді 20-ға таяған жігіт. Шымкенттің қарлы көшелерінде жүріп, әр қыста әжесінің үйіне барады. Енді ол үй әжемнің үйі емес, біздің ортақ мұрамыз сияқты сезіледі. Пальто әлі сөреде, бірақ енді ол жай ғана киім емес, уақыттың, сағыныштың, мәңгіліктің куәгері. Сырға құлағында жылтырап тұр, ол енді мойнында емес, әрқашан құлағында, әр сөзінде, әр тынысында. Бір қаңтардың қатты боранды түнде, қар терезені қағып, жел үйді тербеткенде жігіт түс көрді. Бұл жолы әжесі келген жоқ. Оның орнына бір жарық, жылы, таныс, бірақ сөзсіз нәрсе. Ол жарық пальтоның ішкі қалтасына қолын созып тұрғандай болды. Және бір ғана сыбыр. Қалтасын тексер. Бірақ бұл жолы өзің үшін де, келешек үшін де. Сен енді әңгіменің жалғассың ғана емес, сен оның жүрегіңсің. Ол шошып оянды. Жүрегі дүрсілдеп, бірақ қорқыныш емес, бір терең, жылы толқу. Ол сөреге барып, пальтоны алып, ішкі қалтасын ашты. Конверттердің арасында енді жаңа бір нәрсе, кішкентай, ақ қағазға әжесінің соңғы сөзі сияқты көрінетін. Бірақ әжесі кеткеннен кейін пайда болғандай. Мен кетсем де, сендерде қаламын. Әр ұрпақ мені қайта табады. Бірақ ең маңыздысы, сен оны тоқтатпа. Махаббаттың сөзі бітпейді. Ол әр жүректе қайта туады. Жігіттің көзі жасқа толды. Ол сырғаны шешіп құлағынан алып, алақанына салды. Сол жылы металл әлі де жылы еді, әжесінің қолындай. Ол қағаз алды, қалам алды, әжесінің қолын елестетіп жазды. Мен сені сүйемін, әжем. Мен барлық әжелерімді сүйемін. Мен бұл махаббатты өмір бойы сақтаймын. Бір күні мен де өз балама осы пальтоны кигіземін, сырғаны тағамын, қалтасын ашамын. Және айтамын. Сүнде әжең келсе. Тексер. Бірақ ең бастысы жүрегіңді аш. Өйткені махаббат түсте емес, өмірде жалғасады. Қағазды конвертке салып, қалтаға қайта қойды. Сол сәтте терезеден қарағанда қар баяу түсіп жатыр. Әр түйір қар бір естелік, бір уәде сияқты. Ал ауада әрең байқалатын, бірақ сезілетін жарық шеңбер айналып тұрғандай. Таңертең ол әжесінің суретіне қарап тұрды. Күліп, мен түсіндім, әжем. Сен кеткен жоқсың. Сен менің ішімде, менің сөзімде, менің болашағымда. Мен жалғастырамын. Қар әлі жауып тұрды. Пальто сөреде тұрды, енді ол мәңгіліктің символы. Сырға жылтырап тұрды, мәңгілік уәде.
Қалта толы еді сөздермен, жаспен, күлкімен, сағынышпен, үмітпен. Ал әңгіме? Ол енді түсте ғана емес, әр тыныста, әр құшақта, әр қысқы түнде жалғасады. Әр жаңа ұрпақ оны қайта ашқанда, махаббат тағы бір рет тереңірек, шынайырақ, жарықтырақ, мәңгірек болады. Бір күні сен де сезесің. Жүрегіңде бір жылы сыбыр. Қалтаңды ашы. Жүрегіңді ашы. Және сол кезде сен де осы мәңгілік әннің бір әуені, бір жылуы, бір мәні боласың.